Сіз қалай ойлайсыз, қазіргі таңда Қазақстанда медициналық туризм дамуы мүмкін бе? Медициналық туризм дамып келе жатыр. Әрине оған көптеген факторлар әсер етеді. Оның ішінде ішкі туризм деп бөледі екен. Менің ойымша ішкі туризм ол кейбір аудандарда, облыстарда жоқ дүниені үлкен қалаларға келіп пациенттер іздейтін болса, оны туризмге жатқызған шамалы қателік сияқты. Ал бізде шетелден келіп жұмыс істейтін кісілер өте көп. Олардың егер сақтандыру болмаса, олардың медицина мекемелеріне барып қызмет алуын туризм ретінде есептеп жатады. Енді ол статистиканың қаншалықты бұрмалануына байланысты ғой. Ал былай тікелей іздеп келетін кісілер бар. Оның ішінде жүрек ауруларын емдеуде, нейрохирургиялық ауруларды емдеуде орталық Азияда тек қана Қазақстанда жасалатын кейбір технологиялар бар. Жақсы жасалатын технологиялар бар. Соған келетін пациенттер бар. Эндокринология аурулары, өкпе аурулары, бүйрек аурулары, соның барлығына Қазақстанға дәрігер іздеп келетін пациенттер бар. Сізді іздеп келеді ғой. Мен өте көп пациенттер іздеп келеді. Енді мен мүмкіндік болса, пациентті сол өзінің тұрып жатқан жерінде операция жасауға тырысамын. Ол үшін арнайы айына бір рет қазір Өзбекстанға барамын. Оған дейін Қырғызстанға бару сәл қиындау болды да, ол жақтан пациенттер келіп бізде Алматыда емделетін. Бірақ кейін біз Қырғызстаннан 20 шақты дәрігерді үйретіп тәрбиеледік. Ол дәрігерлер өзінің науқастарын өздері операция жасап жатыр. Арасында ең қиын деген пациенттер бізге өздері ертіп алып келеді. Енді әр адам өз мемлекетінде болған жақсы ғой. Егер Құдай самасын бірден болып қалатын болса, ол шекара асу керек, технологиялар егер қолжетімді болатын болса, біз де соған тырыстық қой. Неге біздің қазақтың пациенттері Кореяға барып емделді деп біз өте қатты ашуландық. Енді қолымыздан келгенше сол пациенттер қайтадан елге қайтаруды біз тырыстық. Қазіргі таңда Қазақстан медицинасына әрине пациенттердің сенімі артты. 100% емес, ол 100% болу мүмкін де емес. Егер Қазақстанның пациенттері медицинаға сенімділік танытатын болса, онда шетелдің пациенттері соны көріп келіп бізден емделеді.